сіздерге үйдің мындай қисық қабырғасын, ішкі қабырғасын қалай түзету керек, оған қалай маяк қою керек, соны көрсететін боламын. Ең алдымен бізге мындай лазер уровені қажет. Осы лазер уровені қабырғаның қай жері қисық, қай жері ойық, сол жерлерді анық көрсететін болады. Сол лазердің деңгейіне дейін қабырғаның төрт бұрышына осындай шегені қағып аламыз. Соның деңгейіне дейін қаққан осындай шегеміздің тұсынан осылай қылып жіп тартып шығамыз қабырғаға. Сол кезде қабырғаның қай жері қалай қисық тұрғанын көрсететін болады, анық. Соның деңгейіменен маягымызды қойып шығамыз қабырғаға. Ең алдыменен осылай правиламенен белгі қойып қабырғаға сызып аламыз тігінен. Осылай қылып сызып, правиланың екі ұшынан асып кетпеу керек сызған сызығымыз. Мінекей осылай қылып сызып аламыз. Сол кезде маяктың қойған екі маягымыздың арасын толтыру оңай болады. Мінекей осы барлық құрылыс дүкендерінде сатылатын осындай қойылатын маягымыз қабырғаға тігінен қойылады. Оны мына осындай гипспенен, гипсополимермен жауып шығатын боламыз. Мінекей жасап алған растворымызды осылай қылып қабырғаға тігінен сызып алған жеріміздің үстінен осылай қылып әр жерінен қойып шығамыз. Осылай жіптің деңгейіне дейін. Осы жаңағы жабыстырып алған гипсополимеріміздің үстінен осылай маягымызды қойып аламыз. Осылай тігінен қоямыз. Тігінен қойған маягымыздың үстінен осылай правиланың артыңғы тегіс жағыменен үстінен қойып жіптің деңгейіне дейін тегістеп аламыз. Осылай үстінен басып отырғызамыз растворға. Жіпке тиер тиместей болу керек маягымыз. Осылай үстінен де үстіңгі жағын барлық жері бірдей болу керек. Мінекей осылай қылып бір тегіс қойып алғаннан кейін жан-жағына шыққан растворларды жауып шығамыз айналасына. Мінекей осылай қылып айналасына жағып
Mayağımızı жауып tastaymiz. Мінекей құрметті көрермендер, осылай барлық қабырғаға сызып белгілеп алған жерлерімізге осылай маякты қойып шығамыз. Мінекей жіп осындай тиер-тиместей болып тұру керек. Мінекей құрметті көрермендер, қабырғамыздың барлық жеріне осылай маякты қойып алдық. Енді осы қойған маяктың арасын гипсополимермен толтырып шығатын боламыз, правиланың көмегімен. Қойып шыққан маягымыз қатқаннан кейін жіптердің барлығын алып тастайтын боламыз. Алып тастап, осы маяктардың арасын енді немен толтырып шығамыз, гипсополимермен тегістеп. Мінекей құрметті көрермендер, осылай қылып растворымызды жасап алғаннан кейін маяктың арасын осылай растворменен толтырып шығатын боламыз. Мінекей осылай алып, екі маяктың арасын толтырып шығатын боламыз, тегіс қылып. Мінекей барлық жерін тегіс толтырып алдық. Мына кішкене жер қалды терезенің жанында. Осы жерді толтырып мінекей осылай барлық жерін толтырып шықтық. Құрметті көрермендер, осылай қисық қабырғаны, үйдің қабырғасын осылай
түзетүүгө болот. Неге құрметті көрермендер, жаңа кішкене жерімізді толтырдық. Барлық жерді осылай тегіс толтырып шықтық.